Бүгін соңғы қоңыраудың күмісіні сыңғырлайтын күн. Түлектер қоңырау үнімен тебіреніп, тардай болып, кіріп таудай болып шыққан алтын ұя мектептермен қимай қоштасар сәт. Алайда биылғы оқу жылы бұрынғыдан өзгерек. Салтанатты сәтті онлайн тамашалауға мәжбүр көбірін. Ал атыраулық оқушылар оқуды Жұмекен 85 өлең эстафетасымен аяқтады. Телеарнамыздың тағылымды бастамасын облыстың 196 білім ордасы қолдап, 1 мен 10 сыныптар әлеуметтік желілер арқылы қатысты. Олар ақынның патриотизмге толы жыр шумақтарын жарыса оқыды. Дәл осы күні жүректері дүрсілдеген жеткіншектердің қияға қанат қаққалы тұрған шағына әріптесіміз Зейін Ерғали куә болды. 16 сәуірден бастап қашықтан білім алуға көшкен мектептің бірі Атырау білім инновация лицейі. Онлайн режимге машықтанған олар соңғы қоңырауды тікелей байланыста өткізді. Салтанатты шарада мектеп директоры сөз алып, шәкірттерді дәстүрлі оқу жылын ойдағыдай аяқтағанмен құттықтады. 20 минутқа жалғасқан сынып сағатында оқушылар Атырау телеарнасы бастаған Жұмекен 85 жыр сәлемдемесін жалғады. Қайырымсыздық қаталдықтың символы емен десті, ел сондықтан десті деместі. Маңай ғана сабыр күмір кеңесті, жапырағын жанай ғана желесті. Олда көкшіл шыбық еді ең баста, ырық берді ме ел шыбық, емен болмасқа. Емен болды ол, еменді шыбық деген кім? Шыбық деймес шыбығына еменнің. Жұмекен әжменетінде, өлеңдерінде оқушыларымызға тәрбиелік маңызы бар заттар бар, бойдыларына сіңіретін құндылықтар бар. Сол орайда осы челлендж бізде қабылдап жатырмыз. Биыл 52 түлек бітіріп жатыр, 2 сынып. Енді олар бұйыртса, енді олардың 10 шақтысы уже университетке гранттар иемденіп қойды. Назарбаев университетіне шақырулар алды, Кореяның ЮНИС университетіне шақырып алды, Европаның бірнеше университетіне шақырып алған оқушыларымыз бар, Канадаға да алғандар бар. Енді қалған оқушыларымызына ОБТ тапсырады бұйыртса, енді 20 маусымнан кейін. Соның нәтижесінде еліміздің университет гранттарға түседі деген үміттеміз. Жыр эстафетасына шаһардағы 30-шы мектеп гимназиясының 5-ші, 7-ші, 8-ші сынып оқушылары да үн қосты. Таң аласың, теміңді ауыр аласың, жалғыз сен бе жанашыр, баласың ау баласың, бір салмақ түсті сезімге, аумады көзім елестен, жарасын жуып өзінде, жұтқан өзің емес пең. Тікенге балықтырымды салаты бем, ал қазір дала барқыт дала кілем, кетібем сол даладан шыбық мініп, оралдым бір талаптың қанатымен. Сырым бар тереңімде көрінбеген, жырым бар шебер қолмен өрілмеген, әйтеуір біреуімін көк балаңның, өзіңді елім деген, жерім деген. Түнде көшіп жылдығы, қарайып барып тұтылды, жылағаны күлгені, бәрі жалған сықылды, мен жайықпын тумаңмын, жоқ шығарау таласын, тазартып қаннан жуғанмын Махамбет ердің жарасын. Осы арқылы оқушыларымыз ақынның өмірімен, шығармашылығымен көптеп тереңірек зерттеуге мүмкіндік туғызады. Және оқушыларымыз ақынның жырын жатқа оқу арқылы олар көркем сөйлеуге үйренеді. Оқушыларымыз алдағы аттестат алу кешінде де бұл ақынның жырларын әлі де тереңірек оқып, танысып, жырларын халыққа жеткізеді деп ойлаймын. Ақынның өзі де, оның жырлары да ұрпағымызға жалғасып, елімен бірге мәңгі жасай беретіндігінің көрінісі осы деп ойлаймын. Жұмекен 85 жыр эстафетасының өскелең ұрпаққа берерім ол рухани азық. Осы ретте челлендж республика деңгейінде насихатталуда, ал өңірде кең өріс алуына облыстың білім беру басқармасының да еңбегі сүбелі. Қазақстан Атырау телерадио корпорациясының директоры Қанат Әуесбайұлының Жұмекен 85 челленджі ұсынылған болатын. Бұған дейін де бұл шара халық қоғам арасында қызу қолдады, белсенді алып кетті. Жастарымыз бірінен соң бірі оқып жатыр. Яғни біздің күнделікті парақшамыздың өзінде бұл жарияланып отыратын. Бүгінгі соңғы қоңырау салтанатты рәсімінде де балалар бұны әрі қарай жалғастырмақшы. Ең бастысы бұл жердегі мақсат бұл елін, жерін сүйетін жастарымыздың жаны өлеңге, туған жеріне,
сол жерлес осындай ақындарына деген сүйіспеншілік әрқашанда бойында сақталатындығын дәлелдейтін бір көрініс деп есептейміз. Биыл облыста 5286 түлек мектеп бітіреді. Оның 229-ы алтын белгіге, 183-і үздік аттестатқа үміткер. Айта кетейік, 11-ші сынып шәкірттеріне арналған куәлік табыстау шарасы 3-4 маусымда өтпек. Оған әр оқушы бетпердемен 2 метрлік ара қашықтықты сақтаса ғана қатысады. Зейнерғали, Тілекқабыл Ғұмаров, Атырау телеарнасы.